Пайғамбарымыз былай деп хадисінде: Алланың атымен ант ішейін, мен күніне 70-тен астам Алла Тағалаға тәубе етіп истиғфар айтамын деп пайғамбарымыз. Күніне 70-тен астам Алла Тағалаға тәубе етіп, Алла Тағаладан кешірім сұрайды деп пайғамбарымыз. Күнә істемейді, бірақ қателерінің баршасы кешіріп қойған болса да, пайғамбарымыз өзіне деді, Алладан кешірім сұраймын деді. Яғни біз күніне Алла Тағаланы 70-тен, одан да неше көп қылып Алла Тағаланы зикір етуіміз керек. Истиғфар тілеудің негізгі мақсаты Алла Тағаланы еске алу. Адам баласы Алла Тағаланы қанша еске алған сайын өзінің кім екендігін біле бастайды. Көп адам жай ғана астағфирулла деппен ғана тоқтап қалады. Негізінде негізгі истиғфар ол емес. Алла Тағаладан, я Аллах мені кеше көр деп тілеуіміз осы нағыз истиғфар. Яғни өзінде барын пайғамбар айтады, кімдің жүрегінде мынау кішкентай ғана бөлік не болса, сол нәрсе тіліне шығады деді. Яғни жүрегінде бар нәрсе тек қана тозақ болуы. Тозақты ғана ойлайды. Жәннатты ести алмай, жәннатты білмейді онда. Жәннат жайлы ақпарат жоқ. Кейбір адамда тек қана жәннатты ойлайды. Тозақ жайында да ақпарат жоқ. Бірақ та негізінде мұсылман адам жәннатпен де емес, тозақпен де емес, ислам дінін Алламен тануымыз керек. Алла Тағаланың мейірімі шексіз. Алла Тағаланың несі бар, ашуы бар. Бірақ та Алла Тағаланың ашуына қарағанда, Алланың мейірімі ашуынан да шексіз екенін жақсы білуіміз керек. Біз әрдайым қорқынышпенен, алға қойған Алла Тағаланың мейірімі осы екінің арасында естеміз өмір сүруіміз керек. Тек қана қорқынышқа батып кетпеуіміз керек. Алла Тағаланың мейірімі шексіз.